Алып Шалқанның жанында оның сіңлісі кәдімгі кішкентай ғана Шалқан өмір сүріпті. Ол ертегінің ішінде елеусіз ғана 300 жыл ма әлде 500 жыл ма отыра берді. Содан ертегіден тыс өмір сүріп жатқан нағыз бақшада өсетін өзінің тамырас тұқымдастарын көруді аңсап сапарға шыққан екен. Шалқан бір қызанаққа жақын келіп былай депті: «Жарайсың, мұншама өсіп кеткеніне жол болсын. Сен де мен сияқтанып ертегіден қашып шыққан батыр емеспісің?» «Ертегіден дейсің бе? Мәссаған. Мен өзіме сыйлаған базарлықтан тоя жеп алған едім. Базарлық емес, нағыз қазына десе де болғандай. Мен олардың қалай аталатынын да жаттап қалдым. Химиялық тыңайтқыштар. Мені оп-оңай алдай алмайсың, бәрібір білем. Сен ертегіден шыққансың. Ал айта қойшы, сенің жемістерің неге мерзімінен ерте пісіп, шырыны тілде үйіріп тұр? Бұл сиқыр немене? Кәдімгі қызанақтың қай кезде пісетінін мен де білмейді деймісің?» Маған мейірімді сиқыршы жан көмек берді. Ол бір сүйікті ойлап тауыпты. Соны ішсең болды, бірден 2 есе тез арада өсіп шыға келесің. Сен осы өтірікті қиыстырып айтуға қалай едің? Олай болуы мүмкін бе? Сенгім де келмейді, сенбегім де келеді. Шын айтам, біздің сиқыршыға сену керек. Оның құдіреті керемет. Сен мүмкін шийтті мақта туралы естіген де шығарсың. Оңтүстікте өседі ғой, естіппедің? Оны қауашағынан адамдар бұрын қолмен жинайды, енді машинамен жинайды. Міне, гәп неде? Деп Шалқан күбірледі де біраз ойланып тұрып, мен сол ғажайып сиқыршыны іздеп тауып алайын, сөйтіп мені де үлкен етіп өсіруін өтінейін деді. Шалқан іздеп жүріп бір кезде өзі жап-жас көңілді бір әйелге барлық өсімдіктің бас изеп құрмет жасап жатқанын көреді. «Құдайым-ау!» деп Шалқан қуанып кетеді. «Берімді сиқыршы дегенін осы болып жүрмесін?» Жақындап келіп иіліп, «Сіздің есіміңіздің кім екенін де білмеймін, бірақ мейіріңіз түссе болғаны, мына мен ертегіде өскен Шалқанмын. Енді танап та өскім келеді. Сондықтан тілегімді орындап мына жерде өсетін етсеңіз екен» деді. «Егер өзіңіздің ғажап нәріңізбен сыйласаңыз, нұр үстіне нұр болар еді. Ол сізге не тұрады?» Әйел күлді де былай деді: «Сен жаңылып тұрсың, Шалқан. Мен сен ойлағандай құдіретті ез емеспін. Соның кіші көмекшісімін. Мен агрономмын, ал шын құдіреттің аты ғылым. Мен сенің өтінішіңді соған жеткіземін». Ақыры бұл солай болды.